Қайырлы күн оқырмандарым, бүгін біз лепешка нан дайындайтын боламыз. Осындай жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен бізге жылы су граммдарын астына жазып кететін боламын. Сүт, жылы сүт. Қант, дрожжи. Осылардың бәрін оған салып, пищевой пленкамен бетін жауып қоямыз жарты сағатқа. Ал міне осындай дайын болды. Жарты сағаттай тұрды. Үстіне сары майымызды саламыз. Бөлме температурасында ерген, или былай етіп алсаңыздар да болады. Сұйық май. Ұн. Барлығын осылай араластырып, қамыр илейміз. Міне қамырымды илеп болдым. Осының бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырым дайын болды. Мен қамырымды домалақтап противенге саламын. 100 граммдай. Міне 100 граммдай болды. Осыны дөңгелектеп противенге саламын. Противенге салғаннан кейін, оны да жылы жерге қойып көтеріп қоямыз. Міне бір противенге 4-еуін салдым. 4-еуден артық салсақ, уже жабысып, бірігіп кетуі мүмкін. Міне бетін ойып алдым. Қолмен істесеңіздер де болады. Сосын жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жұмыртқаға кішкене сүт қосып жіберсеңіз болады. Сонда беті бір тегіс болып жылтырап тұрады. Бетіне мак салып отырмын. Міне нандарымыз дайын болып шықты. 180 градуста 15 минутта пісіріп алды.